саламатсыздар. Үлкен рахмет келгендеріңізге. Бүгін біз кітап клубымен осы облыстық ресурс орталығының кірігінде талқылау, яғни талқы дейміз ба, жай талқылау дейміз ба, толық дейміз ба, осындай бір форматта белгілі бір тақырыптардың төңірегінде әңгіме қозғап, белгілі бір деңгейде сол сала бойынша білімі бар азаматтардан пікір сұрап, пікір алмасып, кейін осы тақырыпты, осы талқыны біз ары қарай бір схемалап айына бір рет өткізгіміз келеді. Бүгін бірінші жиыны, бірінші түсірілімі. Өздеріңіз көріп тұрғандай 5 спикер бар. Оның ішінде екеуі белгілі бір ақпараттық технологиялар саласы бойынша болса, бір спикеріміз, яғни Болат ағамыз биоритм физиология бойынша өзінің ғалымдарға сүйенген ойларын және өзінің көзқарастарын айтатын болады. Одан кейін химия ғылымдарының кандидатысы профессор кешімізде академик деп айтайын деп жатырмын. Білім және ғылым кеше бүгін ертең деген тақырып бойынша өз ойын айтатын болады. Одан кейін командасымыз Алишер осы өңірдегі жастар саясатына байланысты жас орталық тарапынан зерттелген мәліметтерді бізге таныстыратын болады. Сонымен бірінші спикерімізді ортаға шақырайық. Болат аға, қошеметтеп. Сосын бұл жақта монолог емес, диалог. Болат аға өзінің тақырыбын қорғап немесе түсіндіріп болғаннан кейін сұрақтар қойсаңыздар болады. Және де ешқандай ұялмаңыздар. Келіспесеңіздер қойсаңыздар болады. Болат аға. Сөздері жол ашық. Рахмет. Енді бүгін бір кейінгі не болайын тұр, талқылау. Жалпы мен өзім ғалым емеспін, ғылыми атағым да жоқ, ол физиология, биотехнология саласынан білімім де жоқ, бірақ осы 7 жылдан бері әлеуметтік желі қолданушылар білетін шығар. Осы тақырыптағы ғылыми еңбектерді күнде бірнеше рет қарап, сол ашылып жатқан жаңалықтар, және де осы соңғы 3-4 жылда бұл салада үлкен жаңалық ашылып жатыр. Бұл жаңа ғылым, жаңадан пайда болған ғылым. Енді жалпы бұл мына жерде мен қарап отырмын, басқа спикерлердің де желі психологиясы, ғылым, білім, ақпараттық талдау, басқа да әртүрлі нәрсенің бәріне қатысы бар осы биотехнологияда, физиологияда. Енді өздеріңіз білесіздер, күн атады, батады, ең жоғары нүктесіне барады, жер шарындағы барлық тіршілік иелерінің өмірі сол күннің атысымен байланысты. Оны зерттейтін жалпы биоритмдердің қайталанып отыратын сипаты мен жиілігіне қарай қайталанып отыратын процестерді биоритм дейді. Оны хронобиология деген ғылым қазір негізінде биоритмология деп атайды, сондай ғылым зерттейді. Ол осы соңғы 90 жылдардан кейін ғылым болып мойындалды десе болады. Өйткені ол өмір бойы бұрыннан бар нәрсе, бірақ осы кезге дейін жалған ғылым деп келген, басқа деп келген, сол кейін кезде осы қатты сипат алып отыр. Сондықтан жастарға осы ғылым жөнінен сонда болып жатқан жаңалықтар жөнінен өзімнің сол ғалымдардың еңбегінен шамалы не кетірейін деп отырмын жаңағыдай. Білетінімді. Енді өздеріңіз білесіздер, мынау адамның көзіне жалпы біз барлық күн сәулесі түскеннен кейін адамдар тіршілік иелері тіршілік ете бастайды. Ең бірінші француз ғалым Демет 18-ші ғасырда мынау мимоза деген гүл бар, күнделікті күн атқан кезде жарты несін қауызын ашады да бүйтіп. Сөйтіп кешкісін жабады. Соны ол кісі подвалға қараңғы жерге қойған кезде ол жерде де күннің атуымен байланысты ашып жабатынын байқаған. Содан кейін сол ғылыми мекемелерге жүріп осындай мен байқадым. Осындай гүлдің өзінің күннің сәулесі түспесе де өзінің ішінде биоритмдер бар дегенді білдірген. Содан кейін бұл мәселелер зерттей келе, кейін осы 1960 жылдары Юрген Ашев деген ғалым үңгірге түсіп, өзінің үстіне жаңағы датчиктерді қойып сөйтіп, адамның да биоритмдері күн сәулесінде емес, күн түспейтін жерде де сондай өзін-өзі қайталап, өзін-өзі десе, бірақ кішкене 24 сағат емес, кішкене ол кезде ұзара деген сондай нәрселерді білген. Енді қазір бұл келесі циркадтық ритмдер негізі ультрадианный, циркадианный, инфрадианный деп бөліне бөледі. Біз соның ішіндегі ең маңыздысы тәуліктік циркадиандық ритмдер туралы өзіміздің білгенімді айтып кетемін мен. Циркадтық ритмдерде жалпы тәулік шамасындағы циркад околосуточный ритмі дейді. Сол тәулік шамасындағы ритмдер адам бойында одан басқа биоритмдердің түрлі нелер бар. Мысалға айдың тұтылуы,
қыс, жаз, көктем, айлар нелерінің мезгілдерінің келуі, сосын жаңағы мына адамның физиологиясында да мысалға мынау енді ол сөзде ұят жоқ дейді, менструальды циклда деген сияқты әртүрлі несіне байланысты беретін нелердің әртүрлі несі бар. Соның ішінде мына циркадтық ритмдердің адам өмірінде аса маңызды, осы күнмен байланысты тәуліктік біздің барлық өмірімізді тіптен ойлау қабілетімізді есепті сақтау қабілетіне қатысы бар екені туралы айтқым келесі. Мынау көріп отырғаныңыздар, адамның көзіне күн сәулесі түскеннен кейін мидың гипоталамус бөлігіндегі эпифизден күннің сәулесі түспегеннен бастап мелатонин гормоны кешіп батып жатыр. Қазір шамалдан кейін сіздердің ұйқыларыңыз келеді, бірақ сіздерге ерте сияқты былайша әкімшілік сағатқа қарағанда административный уақытқа қарағанда. Сондықтан смартфон шұғылайсыздар, басқа шұғылайсыз, сол кезде сіздің көздеріңізге мына жарық сәулесі түскеннен кейін миға әлі күндіз деген команда беріледі. Сондықтан ұйқыларыңыз ашылып кетеді деп, біреулеріңіз тамақ ішесіздер, басқа ол сенбілікке ұласады деген сияқты ғылыми зерттеулер бар медицинада. Келесі, ол енді мына жерде жаңа көрсетіп кетті. Мынау енді сағаттық белдеу, оны енді 6-шы класста өзіміз оқыдық. Меридианға жер шары 24 меридианға бөлініп қойған, оны бәрін білеміз. Гринвич уақытымен. Келесі, мынау да сол ағымға қарай жүреміз. Енді міне 6-шы сыныптың оқулығындағы сол қалай есептеу нәрсесі 3 слайд өткізіп жібереміз. Өте беріңіз. Мынау енді Тилер Ройнберг деген ғалым осы уақыт белгілері бойынша дүние жүзінде 2019 жылы талдау жасады барлық мемлекеттерге. Сонда осы сағаттық белдеу жүйелерінде үлкен проблемалар доклад жасады. Қазір бұл кісі жалпы мен ғылыми еңбектерді қарап отырсам, біздің министрліктердің нелердің өзім алған жауаптардың ішінде осы Тилер Ройнбергтің еңбектеріне сілтеме жасайды. Көп жағдайда осы уақыт өлшемдері жөнінде. Өтсеңіз, мынау енді Владимир Ковализм дегеннің жаңа бірінші алдындағы слайд қойып жүрміз. Владимир Ковализм дегеннің айтқаны мына жерде жазып қойған Мери Полный Хаус дейді. Енді әлем мемлекеттерінде қазіргі деңгейде уақыт өлшемі бойынша үлкен проблемалық мәселелер туындады. Ол неге қазір туып жатыр? Бұрын ол неге туылмады десек, қазір мына әлемдік жаһандануға байланысты смартфон, телевидение, түнгі спутниковый телевидение, сосын ондай LED жарықтардың пайда болуына байланысты адам денсаулығына көптеген зиян келіп жатыр. Бірақ енді біз ол технологиядан бас тарта алмаймыз. Бірақ біз оны мейлінше адам соған төтеп беру қабілетін арттыра аламыз осы уақыт өлшемдері дұрыстығы бойынша. Бұл әлемнің мемлекеттерінде де бар. Мысалға Япония, Корея мемлекеттері сағатын жылжытпайды еш уақытта. Олар тек жазда бір сағат жұмысын ерте бастап еді дейді. Еуропа, Америка елдерінде мысалға баяғы біздің Кеңес одағының кезіндегідей жазғы қыс уақытқа ауыстырады, бірақ ол біздің Қазақстанға қолдануға келмейді қазіргі күнде. Ол кезде де қателік болды, өйткені бізде 4 сағаттық белдеуді 2 сағаттық белдеуге біріктірген. Оны өткіземіз. Мынау енді біздің сол неден алған жауаптарымыз, өткіземіз. Бұл жерде физика атындағы астрофизика институты, молекулярный биология биохимия институты, Айтқожин атындағы адам және жануарлар физиологиясы институты, денсаулық білім министрлігінің география ғылыми зерттеу институттары осы біздің ұсыныстарымызды Қостанай мен Қызылорда облысы бойынша берген ұсыныстарымызға ол қорытынды беріп осындай нелер берген. Өтсеңіз, артынан қарай соның бәрі жауабы. Міне жаңа көріп отырғандарыңызда 4 сағаттық белдеу, өтсеңіз, мынау 2 сағаттық белдеу. Біз енді оны ұсыныс беріп жатырмыз. Қазіргі таңда министрлікпен де комитетпен де ол жалпы астрофизика институтын қолданып отыр. Министрлікпен де комитетпен де түсіністік бар. Бірақ енді осы мәселені маңызды екенін халыққа көптеп жеткізуіміз керек. Оған жастардың да түсіністік керек. Өйткені көбіне бұл мәселеде қарсыластық негізінде әртүрлі жастағы адамдардың ұйқы ерекшелігіне байланысты. Мысалға біз енді жаңа туған сәбиді, 3 ай, 5 айлық сәбиді мысалы 18 сағат ұйықтағанда оятып алмаймыз, олар көп ұйықтап 8 сағат қана ұйықтайды. Өйткені ол оның физиологиялық ерекшелігі жасына байланысты. Сол сияқты 3-тен 7-ге дейін бастауыш сыныптың оқушылары, одан жоғары кластың оқушыларының ерекшелігі бар. Жас жігіттердің сіздер сияқты өз ерекшелігі бар, үлкен кісілердің өз ерекшелігі бар. Соған байланысты бізде қоғамда түрлі маған осылай ұнайды деген пікір қалыптасады, бірақ адам ол мысалға қазіргі оған қарсыласып жүрген жаста ертең бала болады, ол өзінің баласының жағдайынан ол мәселені көреді, өзінің жағдайынан да түседі, бірақ одан кейінгі өсіп келе жатқан адамдар тағы да сондай ол мәселені түсінеді. Бұл жерде біз тек қана ғылыми зерттеулердің нәтижесімен ғана соған сүйеніп қана шешім қабылдауымыз керек. Қызылорда облысында 2018 жылы
сағатты өзгерткен кезде сол ғылыми зерттеу институттарының қорытындысына сүйеніп барып үкімет шешім қабылдады. Біріншісі мынау енді сол 2018 жылға дейінгі жағдай, одан кейін мынау қазіргі жағдай, мына астында көріп тұрсыздар ғой, мынау негізінде мынау 30 минуттан асып керек. Өтізе беріңіз. Жалпы енді ары қарай слайдтар жалғастырамыз. Мен енді жаңа физиология мен биоритмологияға шамалы тоқтап кетейін өз жүрегімде. Жалпы жаңа мен көзге жарық түскеннен бастап адам организмінде кортизол каналында кортизол деген норадреналин деген гормондар бөліне бастайды. Ол бізді сергектік күндізгі сергектік режиміне түседі. Одан кейін грелин деген гормон бөлініп біздің тәбетімізді ашады. Мысалға бұрынғы уақытта тас қараңғыда мен өзім балаларымнан да басқа ата-аналардан сұраған кезде көбісі балаларымыз таңертең тамақ ішпей кетеді мектепке дегенде тас қараңғыда тұрғаннан кейін баланың организмі ол гормондар бөлінген жоқ. Яғни біздің физиологиялық жалпы не істегеніміз, біз өзіміз тамақ ішіп, өзіміз оянып, өзіміз ұйықтаймыз деп ойлаймыз, бірақ олай емес, оның бәрін істейтін организмдегі сол процестер. 300-ден де аса гормондар бөлініп, солардың бәрі біздің сергектік ұйқы режимімізді бәрін реттеп отырады және ауруға да төтеп береді. Қазіргі кезде мысалға жақында Ресей ғалымдарының ғылыми еңбегі шықты. Мысалға сол коронавирустың шығуынан бастап қазіргі еңбегінде де осы мелатониннің осы адамның өзін төтеп беру қабілетіне байланысты екенін соған естедім. Өйткені мысалға онкологиялық аурулар көптеген мына индустриясы дамыған елдерде көп. Израиль ғалымдарының мынандай зерттеуі бар. Олар спутникпен Израильдің әр қаласының түнгі жарықтарын түсіріп, соның үстіне адресі бойынша әрбір онкология жағдайын қойған кезде, сол қай жерде жарық тұр, сол жерде онкология көрілгенін анықтаған. Содан кейін әлем елдерінің 154 қаласына сондай талдау жасады. Ол ертеректе болды. Одан кейін осы жақында 2018 жыл болған болу керек. Япония елдерінде дәл сондай зерттеу жасап, дәл сондай оларда не алған, нәтиже алған. Бұл енді жалпы биоритмдерге біз мына адамның физиологиясына келсек, жаңа айтып кеттім, бізде енді семіздік деген ауру әлемдік деңгейде үлкен не болып отыр. Оған мысалға әлем елдерінің ішкі жалпы өнімінің 2%-іне дейін соған жаңа емдеуге, басқа содан аурудан емдеуге басқа жағдайларға кетеді. Сол семіздік баратта екінші типтегі диабетке ауыратын мысалы медицинасы ғалымдар біліп отыр. Ол семіздік мысалға өздеріңіздер білесіздер, кешкісін қазір ұйықтамасаңыз отырған кезде тамақ ішесіз. Мынандай зерттеу болған, бір топ адамдарды алып ұйқысын бұзып, екінші топтағы адамдарды ұйқысын бұзбай жақсы ұйықтатып, ертеңіне бәрін бір стол дастарханның басына қойған кезде сол ұйқысы бұзылған адамдар ішінде ең зиянды тамақтар жеген. Калориясы көп, сондай зиянды тамақтар жеген адамдар үнемі сондай пайдалы тамақтар жеп жатқан. Яғни біздің организмімізде ол тамақта, зиянды тамақтан бөлек, мысалы жастардың арасында мына дези, горилла деген ішімдіктерге түнде жүрген кезде оның организмінде ұйқы жетіспеушілігін басқа нәрсеге толтыру керек. Сондықтан біз энергетикалық напитоктар, оны ғылыми түрде жаңа наркотиктерге, шылым шегуге, арақ, басқа деген нәрселерге де адамның бейімділігі артатыны дәлелденген. Яғни ол бала ішкісі келіп ішпейді. Ол организміндегі сол жаңағы ұйқы жетіспеушілігін толтыру үшін ішеді. Жас бала, мысалға, энергиясы толып тұрса, оны істейді, ол дези гориллар онсыз да жүре береді. Яғни күндіз ұйқысы келді, болмаса кешкісін ұйқысы келді бала, соны толтыру үшін энергетикалық сусындар ішеді. Мен енді өз басымнан білем, пәленбайдың жолда жүргем, сол кезде мысалға шылым шегетін болсам, бір жерге баратын болсам, мысалы Арал ауданында түнімен, күндіз баратын болсам, мысалға 3-4 темекі ал енді түнде жүрсем, 2-3 кезінде келе жатқан кезде сен түнімен сол ұйқың келе бергеннен кейін сол темекі шегесін. Бізде ойлаймын, сол темекіні ұйқыдан ашылу үшін шегеді. Бұлай емес, ол адамның өзінің физиологиялық ұйқыға қажеттілігі сол темекімен толтырмасын кәсіп. Сондай да жағдай бар. Енді жаңа мынау Бланк деген онколог, бұл жөнінде онколог ғалымдардың Анисимов Владимир Николаевич деген Ресейде мықты ғалым бар, 50 жыл онкология зерттеген. Сол ғалым Белые ночи деген мынау Санкт-Петербургтағы онкофорумда бізде Андасбек Құраласов деген ғалым болған, Қазақстанда Алматы облысында. Сол бірінші әлемде онкологияны светотерапиямен емдеуді жасаған. Бірақ ол кезде енді ол жаңа журналдарда нелерде жазылмағаннан кейін оған ешкім мән бермей, сондықтан ол кісі қайтыс болды. Қазір онкология жұмыс профессор. Сол біздің ғалымымыз қазақстандық Құраласов ең бірінші сол университетте шығарды деп онкология
форумында, дүниежүзілік форумында айтып өткен болатын. Яғни бізде де ол Америка гендік деңгейде, басқа деңгейде тек қана Америка зерттеп, болмаса Ресей ғалымдары да мықты қазір бұл салада. Ресей ғалымдары герондология, мынау сонология жөнінде мықты ғалымдар көп. Мен Нұрболдыңыз отыр осы жерде бірнеше рет бұрын әлеуметтік желіде осы ғылым жөнінде бір пікірталас болып, содан кейін Нұрболға айтқан, маған бір осы физиология саласынан бір ғалымдар қойшы деп, жас ғалымдар болса осы бірге зерттейді. Мен кейін Астанаға барған кезде де Назарбаев институтында түрлі оқу орындарында болып, сол физиология саласынан, сомнология саласынан и хронобиология саласынан ғалым таптады, жас ғалымдар өшкөрі. Енді Ресей ғалымдары, мысалы геронтолог қоғамдар бар, сомнологтар қоғамдар бар. Ресей ғалымдарының ірі ғалымдары, жастары егеме кісілердің өзі айтып жатыр, бізден кейін ғалымдар жоқ деп. А бізде тіпті мүлде ол ғалымдар да жоқ. Хронобиолог Төлеухан Сұлтан Төлеуханович деген Қазынауда профессор бар, ол кісімен де сөйлескен, сол кісілерде айтып жатыр, біз қазір факультетте жалғыз ғана сол институтта бар, бірақ басқа жерлерде жоқ. Мен енді осы алаңда қолын отырып, талғатыңызға рахмет, осы жерде мынадай ұйымдастырып не істегенде, бірақ ұсыныс айтқым келеді. Жалпы біз осы салада тек қана бір аптасына осындай жастар емес, осы жастар ресурстық орталығының ішінде, мысалға, маған бір Американың білім беру жүйесі ұнады. Мысалға, осы сағаттық белгілеу деген нәрсені бір топ оқушыға соған бір ортаға тастап, соның ішінде әр саласы бойынша біреу экономикадан, біреу медицинадан, біреу басқа деген нәрсені зерттеп, соған бір топтасып жұмыс істесе, ертең сол балдардан ғылымға қызығушылық деген шығуы мүмкін. Сосын ары қарай өзі оқып білім алғаннан кейін ғалым болып кете береді. Жақында мен бір Симон Шноль деген Ресей ғалымның лекциясын оқып тұрғанда сол кісі бір нәрсені айтты, мен ғалым деген сөзге қарсымын. Біз диплом береміз, ғалым деген атағын береміз, сол адамға да бірақ ғылыми адам деп айту керек. Яғни кішкентай кезде, мысалы сіздердің іштеріңізде де бірінші алғашқы несін беріп жіберсе, артынан қарай ертең ғылыми адам болып, сол ізденіспен басқа үлкен ғалым болатынына ешкім оған шүбә келтірмейді. Мысалы келген адамның миы жаңа көрсетіп жатыр ғой, миының бәрі бірдей. Барлық жерде Америкада болса да, Японияда болса да, бізде болса да, бәрінде ми бірдей жұмыс істейді, адам физиологиясы бірдей. Тек оған жақсы қоғам осындай ғылым білімге басталып кетіп кетсе, артынан қарай жаңағы айтып жатыр ғой, онкологияның ең бірінші бізде сол сутотерапия бөлімінде емдеуде құралас біздің қазақстандық ғалым сағат істеген, ол әлем ғалым білмей тұрған кезде. Мен осыны қызығу үшін сіздерге бір нәрсені айтып кетейін. 2017 жылы Метью Уолкер деген Американың невролог ғалымының «Зачем мы спим» деген кітап шықты. Оны Билл Гейтс те, бізде Рахым Ошақбаев өткенде өзінің әлеуметтік желісінде мына кітапты оқыңыздар, мен өзім жерде көп мәселе білімдерді сол кітапты оқуға кеңес беремін. «Зачем мы спим» деген кітап. Одан кейін Еуропа елдері мысалға резолюция қабылдап, Еуропарламент шешім қабылдап, Еуропа елдерінде жазғы қысқы уақыт дегенді бізде қазір айтып жүр, жазғы қысқы уақыт Австралия басқа деген содан бас тарту жөнінде шешім қабылдады. Былтыр 27 декабрьде Ресей Волгоград облысы мысалға өзінің белгілі уақытына қайтты. 3 американдық ғалым 2018 жылы біз Қызылордадан осы сағат ауыстырамыз жүргенде медицина мен физиологиядан Нобель сыйлығын алды. Міне сол 2018 жылы Нобель сыйлығын алғаннан кейін бұл хронобиология саласындағы білім зерттеу қатты күшейіп кетті. Мен қазір байқап отырмын, 2 күн сайын, 3 күн сайын жаңалық ашылады. Сондықтан біз бұл ғылымнан да кенже қалмауымыз керек, жастар соған қарай бұрылуымыз керек. Егер Ресейде мен осы Қырымбек Елеуовичтің кезінде дайын естіген, осы ойлағам, сол салада бізде сомнология саласында мысалы Ресейде оқып жатқан кезде сол салада анау мықты Ресейдің ғалымдарынан білім алып қалуымыз керек қазір мүмкіндік. Бұл жаңағы ертеңгі күні, мен қолымда мысалға сағат тұр, бәріңіз білесіздер, фитнес браслет деп айтады, осының ішінде бүткіл сіздің қозғалғаныңыз, жүргеніңіз бәрі жазылады. Келешек, мысалға анау умный дом дейді, ақылды үйлерде сіз кешке келген кезде сіздің биоритміңізге байланысты свет сөніп, жанып, сіздің тамақ істейтін кезіңіздегі бәрі сол реттеп отыратын технологиялар шығады. Соның бәрі тек қана ол жаңағы механический технология болмайды, адамның өміріне қолайлы болу үшін адамның өзінің ішіндегі сол болатын процестерге байланысты жасалады. Яғни біз интернет басқа да салаларды дамытқанмен бәрі адамға қызмет істеу керек. Сондықтан біз адамның физиологиясына, генетикасын қазіргі таңда зерттеуіміз керек, келешекте зерттеуіміз керек, одан кенже қалмауымыз керек. Бірақ қазіргі таңда мен осы Қазақстанда осы мәселені көп көтергенде мен нарға шығып, неге шығып тұрмын? Мен мысалға Қорқыт университетінде, болмаса басқа да оқу орындарында физиолог, хронобиолог ғалымдар болса, мен бұл жерге шықпасам, мен соларды тыңдап отырар едім.
Өткенде медицина саласының бір маманы, парламентте жүргіземіз, білесіздер, сол кісі маған сұрақ қойды, бүкіл осыны айтып жүрсіз, біздің медицина саласының мамандары, оған неге осы жөнінде сіздің я жоққа шығар, я болмаса я деп дұрыс айтып жүргеніз деп айтпайды дейді. Оның айтпайтын себебі бар, жаңа мен айтып кеттім. 1990 жылы ғана бұл ғылым болып мойындалған болса, біздің медицина саласының ғалымдарын білмеймін, бірақ мына мамандары қазіргі олар 70-60 жылғы оқулықтармен оқыды, содан кейін сол ғылымдарды оқыған профессорлар оқытты да, мына ғылымнан біз қазіргі таңда кенже қалып отырмыз. Өткенде Европаның, Германияның клиникасы көрсетіп отыр, мынау адамды, онкологиямен ауырған адамды бізде химиотерапия жасайды. Сол кезде ол ғалымдар соны ертін зерттеп, ананың бойындағы, адамның бойындағы пайдалы клеткалерді жүреді химиотерапия, соны зиян тимейтін уақытта басталған. Химияны сөйтіп, анадан шашыда түспеген, есте түспеген сондай емдерді қазір үлкен ғылымдар пайда болды. Дәрілер білесіздер, әртүрлі дәрінің біреуін кешкісін, біреуін түсте, біреуін азанда ішетін дәрілер бар, солардың бәрі осы биоритмологияға сіздердің іштеріңіздегі бөлінген гормондармен сәйкестікке байланысты. Қазір мен бірақ сөз айтып жіберейін, мен көп жағдайда осы медицина саласының мамандарына айтамын, мына жерде бұлан деген кісілер қазір видеосы болса, неге уақыт белдеуі туралы, биоритмдер туралы онколог ғалым айтып отыр, Михаил Бланк айтып отыр. Неге ол туралы Анисимов айтып отыр? Ол медицина саласының ғалымдары береді. Неге география жөнінде, сағаттық белгілеу жөнінде осы ғалымдар айтып отыр дегенді біз ойланып сонымен байланыстыра алмаймыз. Мысалы сіздер білесіздер, енді ғалым адамдар болса айтатын шығар, мен өзім оқып қалғанын айттым, ол нейрондар мен синапстарды көрген жоқпын. Қазір мен айтып жатырмын, үйлеріңізге барып ұйықтаған кезде БДГ фазасына деген бар, өзі ұйқының 5 фазасы бар, соның 5 фазасына дегенде сіздердің көздерің қарышыққа қозғалып жатады, түс көресіздер. Түс көру уақыты не дейді метеорология? Түс көру уақыты осы алған ақпаратты өңдеп, қысқа мерзімнен ұзақ мерзімге кора-головного мозгыға, гиппокампта өткізу, яғни былайша біздің немен тілмен айтсақ, жастардың флешкеге ақпаратын флешкеге толып қояды, флешкеден жүріп тұрасы да жөске диске ақпарат сол БДГ фазасы сол кезде. Егер ол болмай қалса, адамның есте сақтау қабілеті, я болмаса флешке толып кетеді де ақпаратты қабылдамайтын жағдай басталады. Тағы бір мәселе бар, мысалы, мынау қазір бір мен айтып тұрған, я болмаса қазір спикерлер айтқан нәрседен ертең сіздер бір күндер ой түйесіздер. Яғни нейрондар мидағы сонда сақталған ақпараттар синапстермен байланысады да бір конструкция, кранның конструкциясы сияқты ой түзейді, дұрыс ой, рациональный ой түзейді. Егер сіздің ұйқыңыз қанық болып, сол жаңағы синапстар сол түнгі, мысалға бүгінгі ойлаған ойыңыз ертең керек жоқ қой, сол түнімен жаңағы ұйқыңыз дұрыс болған кезде спинномозговой жидкость дейді, жұлындағы жидкостьпен жуылып, ана нейрондар құлап, конструкция азырайды ғой, сөйтіп нейрондар әрқайсысы өзінің орнында керек ақпарат керек емес өшіріп қалып, сондай жағдай болмаса, келесіде нейрондар түзу болмайды, миыңыз толып кетеді. Яғни бұл мен көп кезде мәңгүрттік деп жүрмін. Шынымен біз қазір кезде рациональный ойлау, бір нәрсемен причинно-следственный связь дейді ғой, себеп пен салдарды байланыстыру нәрседен арылып бара жатқан сияқты мен соны көп жағдайда байқаймыз, сіздердің қалай байқап жүргендерін білмеймін. Бір нәрсені айтқан кезде ары қарай жалғастырып, сол дұрыс ой түсіру деген нәрсе біздің қазақ қоғамында кетті. Мен соны мысалға ғылыми еңбектерді осы 7 жыл әрқайсысын қалдырған арқасында соны түсіндім. Яғни біз қазір мына мәселені шешпесек, келешек біздің ұрпақтарымыз тек қана жаңағы машина сияқты ойлау қабілетінен айырылып қалуы мүмкін, яғни соған төмендеу болады. Сондықтан бұл өте үлкен проблема. Енді осы жерде жаңа айтып кеттім, мүмкін жастарды тартып отыра, мен өзім дайынмын оған, осы жерге келіп, жаңағы уақыт белдеу деген мәселені қояйын, сосын біреу соны физиологиядан, медицинадан, біреу географиядан, біреу экономикадан, біреу жастардың интернеттегі білім көп қой, алам деген адам бар. Содан қалдап, осы жерде содан әрқайсысын естіп бір семинар емес, оқу сияқты қылсақ, сол балалар егер соған қызықса, ертең әрқайсысы медицинадан, басқа да физиологиядан, генетикадан әрқайсысы ғалым болып шығады деп ойлаймын. Экономикадан мысалы ғалым болып шығуы мүмкін. Сондықтан осыған бір бүгінгі ненің жалғасы ретінде арман қарай мен өзім дайынмын, осындай менде бірталай материал тұр. Қазір хроноцит деген кітап жазып жатырмын, оны да мен өзім жазғым келген жоқтым. Бір Қарағанды Болатсыздық деген ағамыз өте наставить етіп маған жаз, неге жазбайсың, осындай көп нәрселер жазып жатсың, сен просто ол кісі өзі ғалым, юридических наук доктор, кандидат
сол кісі маған қойылғанын ұрысып ақыры сен мынаның бәрін әжең тастап жатсың мына өте үлкен нәрсе. Мен бірнеше кітапты жылына редакциялап коррекциялаймын, бірақ мына сенікі шашылып жүр, әр жылы сол жинап мен саған тегін істеп беремін осылай деп айтқаннан кейін сол кітапты жазып жатырмын. Мен сен жазушы емеспін, ғалым емеспін, бірақ осы нәрсеге мүмкін Қызылорда келешек осыны біз жақсы алып кетсек, коронабиология саласынан бізде факультеттер ашылып, коронабиология саласынан үлкен ғылыми орталық ашылатында сондай жағдайға жетсек деп ойлаймын. Қысқаша осы сұрақ қойып отырмыз. сұрақтарыңыз болса. Сұрақ бар ма? Сұрақ бар, иә. Сұрақ бар. Камераға жасып кетсін. Әлеуметтік желіде тарап кеткен жағдай бар ғой, 19 жастағы Аяжан өлімі деген. Сол жерде жаңағы маньяк өлтірді деп неше пікірлер жазып отыр. Сіз арасында сізде қалып кеткен пікірлеріңіз бар. Хронотиптен, уақыт белгілеуін кесірден деген сияқты. Қаншалықты байланыс бар? Мысалы, маньяктың адам өлтіргенмен хронотиптің арасында байланыс болса немесе? Енді мен жаңа айтып кеттім ғой, біз мына уақытты жылжытып отырып, біз адаммен физиологиясы мен генетикасын араластық. Мысалға, оны мен былай жеңіл түрмен түсіндірейін. Сіздің балаңыз, менің өзімнің балаларым, бұрынғы уақытпен азанда тұра алмайды. Мен оятамын, олар қиналады. Яғни менімен баланың арасында сіз де жақтырмайсыз ғой, мысалы, күнде азанда келіп келсін, әлі таң атпай тұрып, ертең оята берсін, бір оятасыз, ертесі сосын қанша дегенмен ата-анаң болғасын оны жек көріп жаңағы не істемейсің, бірақ жақтырмайсың оны. Сондай психологиялық оны ірі ғалымдар тіптен психологиялық балаға зорлық деп отыр. Енді ол қалай болады? Ол бала ашуланған бала мектепке барады. Одан мұғалімдермен арада конфликт болады, балалармен арасында конфликт болады. Яғни ол бала буыны қатпаған 20-17 жасқа дейін буыны қататын бала сол кезден бастап оның біз психикасына әсер етіп жатырмыз. Мынау өзіңіз білесіз ғой, фашизм кезінде қазірде айтып жатыр оны, ол жаңа тыйым салынған нәрсе. Ең адамды қинап жауап алудың тәсілі ұйқысын бұзу. Кеше неден әлеуметтік желіден көріп отырған шығарсың, Навальныйдың мысалы ұйқысын бұзуды бастап жүрді. Оған тыйым салынған Нюрнбергтің жаңағы үлкен нелермен, юридический нелермен, заңмен. Сондай ұйқысын бұзу адамға ең психологиялық, мысалы 3 күн сіздің ұйқыңызды бұзып оятып, қайта светті жақ, ақ светті жақ есебесі 4-5 күні, я сіз галлюцинация болып миыңыз ауша бастайды, я болмаса ана кісінің айтқанын бәрін қолға тұрсыз. Ұйқысы тыныш адамдар маньяк болмай ма сонда? Ұйқысы тыныш адамдар, бұл енді маньяк деген нәрсеге мысалға былай енді оны ғалымдар айта жатыр, бірақ адамның маньяк болу үшін түрлі нәрселер болады ғой. Мен соның біреуін ғана айтып тұрмын. Біреуін айтып тұрмын, және маңызды адамның миына әсер ететін нәрселерді біреуін айтып. Сол сияқты экологияда басқаның да әртүрлі нәрселердің себебі бар, бірақ сізде әлеуметтік желіде жақтастарыңыз бар, сосын хейтерлеріңіз бар. Хейтерлеріңіз жаңағы Қызылорда уақытын артқа тастады деп айтады. Қандай негіз келтіріп, соны айтатын кезде сіздің оларға деген контролдауыңыз жаңағы айтылғандардан бөлек. Енді көбісі ойлайды, маған осылай ұнайды дейді. Мысалға, маған да жас кезде түнгі 2-ге дейін, 11-ге дейін, 12-ге дейін қыдырып жүрген ұнайтын. Мысалға, жас кезінде. Бірақ ол жақсы деген нәрсе емес қой. Жаңа мен Тилер Уинбергтің несін қосып жүрмекші, Тилер Уинбергтің несі бар. Маған кешке жарықтың ұзақ болған ұнайды деген адамдармен маған темекі шегу ұнайды деген екеуі бірдей. Екеуі де идеалистикалық деңгейде, тек ләззат деңгейінде ғана дұрыс, бірақ ол ғылыммен дәлелденген соның зияндылығын мойындамайтын адамдар дейді. Мына жерде Тилер Уинбергтің несі бар ғой. Енді ол жаңа мен бір себебін айтып кеттім, жас ерекшелікіне байланысты деген. Ол адамдар да ертең түсінеді. Бірақ менің бір түсінбейтін нәрсем бар. Мысалға мен қазір осы жерде сіздердің алдарыңызда шығып, 2-ні 2-ге қосқанда 5 болады десем, сіздер маған қалай қарайсыздар? Мынау бір кафе киіп алған кісі келіп есі ауысып кеткен ба, мектептің оқулығында тұрған нәрсе жоққа шығарылады деп ойлайсыздар. Сол сияқты ол кісілерде ғылыммен дәлелденген Гринвич уақытымен белгіленіп қойған сағаттық белдеулер, оны біз балаларға оқытып жатырмыз мына жерде. Мектепте 6-шы сыныпта уақытты дұрыс қою осындай деп оқытып жатырмыз, бірақ өзіміз біз соған мынау дұрыс емес деп қарсы шығып жүрміз. Яғни 2-ні 2 қосқанда 4 болмайды, 5 болады деп қарсы шығып жүрміз. Мен сол жерді түсінбеймін. Ол қалай өлшеуі жаңағы нелерде тұр, онымен тоқталып естімей ақ қояйын. Менде бір сұрақ.
Жалпы қазір ғылымдағы зерттеулер нәтижесі бойынша тағы физиологтардың зерттеген жұмыстар бар. Сол бойынша табиғи ортада, қазір табиғи ортада назалауымыз өмір сүрді. Сонда адамның ең максимал жасы 37 жас. Қазір әлеуметтік жағдайымыз бар, техниканың дамығаны бар, медицинаның арқасында біздің өміріміз 70-ге шықты. Қазіргі жоспар бойынша миллениалдардың өмірі 100-ге шығады деп тұр. Осыған байланысты сіздің өзіңіздің айтып отқан баяндамаңызбен соны қалай байланыстыра аласыз? Бұл жерде мен бірінші мынаны айтып кетейін. Бір ғалымның қазір есімде жоқ, ол ғалымның мынадай сөзі бар. Бізде қазіргі таңда өмір сүру ұзақтығы артқаны дәлелденді дейді. Оған ешкім шүбә келтірмейді. Бірақ адамның өмір сүру сапасы қалай бар? Қазіргі кезде біз мысалы 60-тан 70-тен асқан адамдар рахаттанып, бала шағасының арасында еңбекке қабілетті, қуанып өмір сүріп, өмірден өтіп жатыр ма деп мысалы қарайықшы. Егер ол адам онкологиямен ауырса, ол адам диабетпен ауырса, ол адам басқа да нәрселермен ауырса, я болмаса еңбекке қабілеттілігі төмен болып жағдайын жасай алмай, қарттығы басқаша өтіп жатса, мысалы, оның арт жағындағы өмірін тіптен мысалы 9-10 рет химия алған адамдардың өмірін былай өмір. Біз оны машинамен жаңағы ұзартып жатырмыз да, бірақ оның сапасы қаншалық. Яғни ғалымдар айтады, біз мынаны реттеп, биоритмдердің сай өмір сүруді реттеп, адамның қартайғанда өзінің ортасында, бала шағасына да, мемлекетке де зиянын салмағын салмай, рахаттанып, өзінің ажалымен өмір сүруге апарамыз дейді. Бұл медицина саласының мамандарына айтып. Яғни бұл жерде жаңа сіздің айтып отқан нәрсеңіз бұрынғы кездерде мысалы жаугершілік болды, адамдардың өмірі қысқа, тиф жаңағы бір індеттер болды ғой енді, сондай індеттер болып халықты қырып кетті, я болмаса ол кезде енді былай айтып отыр ғой, ол кезде адамдар таңғы атоммен өмір сүрді ғой енді, сол кезде неге ұзақ болмады деген сияқты, бірақ ол кезде өзгеше басқа қауіптер болды ғой. Енді біз басқа қауіптің заманында өмір сүріп жатырмыз. Яғни ана заманда да солай болды ғой деп біз мынаны алмауға негіз емес қой енді. Сондықтан егер жауап дұрыс болса да қанша дегенмен қалып қойды. Тағы кімде сұрақ бар? Менде сұрақ бар. Өте пайдалы нәрсе айтасыз негізі, қатты ұнады. Сіз өзіңіздің қай кезде тұрып, қай кезде ұйықтайтыныңыз сол жайлы айтсаңызшы ғой. Өзіңіздің тәжірибеңізде дегендей. Мен жалпы мынау жаңа мен айтып кеттім ғой басқа тәулік шамасында деген, околосуточный деген. Әр адамның осы жерде отырған әрқайсысының ұйқы режимі әртүрлі. Бірақ мысалға мен енді оның средний несі бар, 8 сағат ұйқы болу керек, бірақ біреуде 9 сағат, біреуде 7 сағат, біреулерге 5 сағат. Мысалға Менделеев өзінің таблицасын ұйқысының кезінде ашқан дейді. Эдисон 400 жыл, сол кезде Эдисонның ұйқыны ең мықты пайдаланған ғалым. Яғни ол қолына 2 шарды ұстап ұйықтайды. Ұйықтаған кезде жаңағы фаза быстрого сна өткен кезде ол адам полностью парализованный, нелер бәрі босайды. Сол кезде ана шар түсіп кетеді де, астындағы темір тақтағы түскен кезде тарсықтарлап, ол оянып кеткен кезде жаңағы ойын келіп жатқан ақпарат есіңізде қалады. Кейде байқайсыз ғой, түн ішінде бір оянып кетсеңіз, я болмаса таң алдында оянсаңыз, түндегі түсіңіз есіңізде қалады. Кез келген адам күнде түс көруі мүмкін. Енді ол жаңағы мынадай светпен бірдеңе бұзылмаса, сіз күндегі есіңізді сақтайды. Сол Эдисон жаңағы ақпарат өңделіп жатқан кездегі түсіп кеткен шардан кейін сол ойды фиксация жасап қалып, қасына блокнотпен қағаз алып жазып отырған. Енді жаңа сіздің сұрағыңызға байланысты мен метеорологтердің бір несінен келтірейін, жаңа зачем десем, мен еш уақытта өзімнің ұйқымды бұзбаймын дейді, демалыс күнде де. Неге? Мысалға демалыс күні біз бір апта бойы жұмыс істеп келеміз де, ұйқымыз қандай келеді де, су отырып ұйқымды қандырып алайыншы деп жатамыз сағат 10-11-ге дейін. Ол сол күнгі кешкісінде ұйқыны жылжытады. Яғни ол ертеңіне демалыс күнгі ұйқыны жылжытады, ол ертеңіне жаңағы дүйсенбіге қараған күнгі ұйқыны жылжытады да, дүйсенбі күні сізге тропик, понедельник, тяжелый день дейді сол. Мен өзімнің ұйқым сағат 10-нан ары кетсе жарты сағат сол кеш жатып қалмауға тырысам. Азанда 6-да тұрамын. 6-7 енді сізге мен ол именно сол режимді ұстап қалыңыз деп кеңес бермеймін. Сіз өзіңіздің медицина сомнологтардың айтатыны былай. Сіз өзіңіздің бір ұйқыңыз қанып, күні бойы ұйқыңыз келмейтін жағдайда болады ғой ұйқылар. Мысалы кейде бір бодрый тұрасың да, сол күні жұмысыңда, басында жақсы істейді сондай. Сол режиміңізді ұстап алып содан айырмау керек дейді. Мүмкіндігінше аптасына 1-2 рет бұзуға болады, бірақ үнемі бұзылса ол енді осы жерде біз
бізде мынандай нәрсе бар. Көпшілікке сіз ұйқыңыз қанбай ма деп сұрасаң, еш адам менің ұйқым қанбай жүр, ұйқым күндізде келе береді дегенді айта алмаймыз. Маған бір күні бір не звондайды, қатты ұйқысы болды, бастығын алып отырмын, секретарь, қалай мен ұйқым келіп отыр деп айта алмаймыз. А бірақ шетелде білесіздер, сиеста деген түстің кезінде ұйқысы келді ма, жұмысшы ұйықтау керек, өйткені ол түстен кейін ұйқысы келіп тұрған жұмыс жарымға жұмыс істесе, жаңағы производство транзитизм дейді, мынау өндіріс ақауларға, болмаса оның шешімі дұрыс болмайды. Маған мынандай нәрсе айтқан, осы облыс әкімдігіне барғанда, осы уақыт өзгергеннен кейін бірінші кезде өздеріңіз білесіздер ғой, уақыт ауыстырғанда бір уақыт созылып кеткен сияқты болды. Ондай сезіндіңіздер ме? Мысалға бірінші, екінші күндері бір уақыт созылып кеткен, түске дейін уақыт өтпей қалған сияқты бір нелер әлеуметтік желіге жазды. Содан кейін бір аптадан кейін барғанда облыстық әкімшіліктің қызметкерлері біздің несіміз қағаздарымыз тез жазыла бастады. Бұрын светпен көзді жұму керек деген сияқты. Алдында свет жоқ қалды ғой. Сол кезде күштеп тағым есімде алып қой десем. Сол дәлел. Мен сол күні свет сөнген кезде далаға шықсам, аспандағы Қызылорданың жұлдыздарын бірінші рет көрдім. Бірінші рет өмірімде аралда бұрын свет аз кезде жатқанымызда аспанда жұлдыздарына түгелде қол жететін жер тұрған сияқты болды. Қызылорда қазір көрмейсің. Ол неден? Ол световой загрязнение дейді. Осы тұрғанда да біз мына светті көзімізге түсіріп қойып, мысалы нарушение жасап тұрмыз. Біз кешкісін ұйқыға дайындалуымыз керек бір сағат бұрын. Көзімізге смартфон түспеу керек, серуендеу керек. Мынау световой загрязнение деген жарықпен ластану деген нәрсе қазір мысалға үлкен бір прожекторлар қойып қойдық қой, аспанға оқып тұратын жаңағы қалаларда бірдеңелерде бір освещение. Сол 60 километрге дейін жарық шағылысып аспанға. Қазір мына құстардың миграциясынан жаңа кедергі келтіріп жатыр, құстар адасып отыр. Олар жұлдызға қарап шығады, сондай жағдайлар болып жатыр. Сосын шыбын-шіркейлер мына қалаларда, оларда шыбын-шіркейлердің де өміріне әсер етіп жатыр деген осы экологтардың дабылдары бар. Тағы сұрағыңыз бар. Жасыңыз нешеде? Менің жасым қазір 66-да, 66-ға қарадым. Тамаша. Елу алтыда. Елу алтыда мен 66 шырымен деп айтамын. Енді дәл осылай болып тұрсам, сол кезде айтамын 66. Бәке, қазір мен бір интернеттен оқығаным ғой. Қазір жердің қозғалысына байланысты біздің 24 сағат тәулік бар ғой. Сол өзгеріп, қазір күннің атының батуы азайып бара жатыр дейді. Енді Ол туралы естуіңіз естіген жоқпын, бірақ жаңағы мына адамның уақыт деген өзі, біз жаңағы атомдық сағат бар, басқа сағат бар, қазір әртүрлі сағаттар бар ғой енді. Бірақ ада 24 сағат емес негізінде. Мына ғылыммен не істесе, ол 24 сағаттан артық. Соны күнделікті ритмдер, биологиялық ритмдер реттеп отырады. Мен ол жағында енді қалай реттейді оған қатты терең мән берген жоқпын, бірақ сол хронобиология саласының мықты ғалымдарына естігенде жаңа айттым ғой, бүйірден ашып, үңгірге түсіп, күн түспейтін жерден естігенде оның биологиялық ритмдері тәулігі 24-те 7 ма, 24-те 3 па сондай болып кеткен. То есть күнде бір тәулікте нақты 24 сағат емес. Соны реттеп отыратын биоритмдер. Егер оны біз биоритмдерді бұзсақ, жаңағы жарықпен, уақытты алға жылжытса, мен енді әлем елдерінің барлық сағаттық өлшемдерін зерттеп шықтым. Мына гостиницаларға барсаңыз, қонақ үйге барсаңыз, мысалы әртүрлі сағаттың минуттық стрелкалары әр жаққа қарап тұрады ғой. Мысалға Индия Гринвичтен жарты сағат не қолданады, айырмашылық қолданады. Біз мысалы бір сағат қойды, Гринвичте 0 болып жатса, бізде мысалға 8 болып жатыр керек. Оларда 8,5 болып жатыр. Бирма деген мемлекетте 15 минутты қолданады, оларда мысалға 8-де 45 кетіп жатыр болды. Қытай 4 сағат аумағында 1 сағат пайдаланады, бірақ мысалға Пекинде азанда 8-де жұмысқа барса, Шинжаң мен бер жағындағы ең батысында мысалға олар 11-де барып жатыр. Бірақ олар күннің уақытымен, табиғи уақыты, 8-дің уақыты таң енді атқатылы, оларда қолындағы сағатта 8 болып тұрады. Сол қиындықтар болмаған үшін мысалға Шинжаңда Пекиннің жаңағы официальный уақытынан бөліп, неофициальный Тибеттен Шинжаңда өзінің уақытын пайдаланады. Бұларда енді саяси астарда бар, ama бір сағаттық әр мемлекеттерінде соны пайдаланады. Бұл жерде маған өткенде Қостанай облысынан бір журналистер хабарласты, осындай бұл саяси жағдай, Ресейге жақындатқымыз келеді сағатымызды, басқа бірдеңе деген саяси атсалар, бұларда ондай саяси жоқ. Бұларда физиология, мен Ресейдің Саратов облысының белсенділерімен де хабарласып отырмын, олармен бір
былтыр 10 октябрьде дүниежүзілік табиғи бақшу дүниежүзілік альянсы құрылды. Ода Бельгия, Франция, Испания, Германия, Америка, Австралия, Португалия, көптеген мемлекет, Ресей бар, біз қосылдық соған. Біз қазір сол бір чатта өзіміздің сайтымыз бар, сода хабарласып, ғылымнан осы жөнінен әрбір жаңалықтар, әрқайсысы мәселені қалай шешіп жатыр деген нәрселерді бірге хабарласып отырмыз. Олар біздің Қызылорда өз ауысқанын біледі, жаңа елдердің белсенділері. Қостанайдың көтеріп жатқанын, үкіметпен соттасып жатқанын да біледі. Сондықтан бұларда үкіметте 2018 жылы Нобель комитеті мынадай мәлімет жасады. Кез келген шешім қабылдаған кезде мемлекеттер ғылыми негізделген ақпараттарға, дәлелдерге сүйеніп шешім қабылдау керек деген мәлімет жасады. Дүниежүзілік үкіметтеріне. Яғни бізге былай емес, ғылыми негізделген біздің де ұстанымыз сол. Мысалға қазір Қызылорда облысының уақытында дұрыс емес деп ғалымдар айтып дәлелдеп берсе, мен де соған көнемін. Сондықтан осындай шешім болды. Рахмет,